Бүгінгі видеода мен сіздерге логикалық сұрақтардың 7-ші бөлімін ұсынамын. Видео асыламастан бұрын осы видеоға лайк басып, каналға жазылайық. Ал ендеше біз видеоға кеттік. Бірінші сұрақ. Осы сұрақты дұрыстап тыңдаңыз. Біз оны сатып алғанда ол қара болады. Ал оны қолданғанда ол қызыл болады. Ал оны қолданып болғанда ол сұр болады. Ол не? Уақыт кетті. Жауабы көмір. Біз оны сатып алғанда ол қара болады. Ал қолданғанда ол жанады. Сол кезде қызыл болады. Ал сөнгенде ол сұр болады. Екінші сұрақ. Қалада өте ақылды адам болады. Бірақ ол патшаға ұнамайды. Сосын патша оны сынамақ болып сарайына шақырады. Сөйтіп ол оған бір қағаз береді. Осы қағазға бір сөз жаз дейді. Ол сөзді қуанышты кезде оқығанда мұнда әсер беретін, ал мұнда кезде оқығанда қуанышта әсер беретін сөз болсын дейді. Ол қағазға бір сөздер жазып патшаға береді. Ол сөздер патшаға ұнап, ол қаладағы ең ақылды адам болады. Қалай ойлайсыздар? Ол адам қағазға не жазды? Уақыт кетті. Жауабы: ақылды адам қағазға бұл жақында бітеді деп жазды. Үшінші сұрақ. Суретке мұқият қарап, сұрақ белгісінің орнына қандай сан тұру керек екенін тап. Жауабы: сіздер соңғы суретке дұрыстап қарасаңыздар, соңғы суретте бір аяқ киім, және де екі алмастап тұрған бір бала, және де тағы бір алма бар. Демек, оның жауабы 26. Егер дұрыс тапсаң лайк бас. Ал біз келесі сұраққа кеттік. Төртінші сұрақ. Біз сіздерге бірнеше сурет көрсетеміз. Сіз олардың ішінен бірнеше айырмашылықты табуыңыз керек. Бесінші сұрақ. Осы суретте кім қашалады? Уақыт кетті. Ал осы сұрақтың жауабын комментарияға жаза кетіңіздер. Дұрыс жауапқа лайк басамын. Ал осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге видео ұнаса лайк басыңыз, каналға жазылып қоңыраушаны басыңыз. Және де осы видеоны карантинде іші пысқан достарыңызға жіберіңіздер. Олар да Айым мен Нұр каналының видеосын көріп, миларын дамытсын. Және де біздің басқа да видеоларымызды көруді ұмытпаңыз. Қош сау болыңыздар.